Өзің келіп барлығын өзің қолмен істейтін мынандай да машина жуатын жер бар екен. Мынау биік тракторға арналған сияқты. Мынау 2 этажды істеп қойды. Дөңгелектермен жуып беретін болсам $12 дейді. Арзанын алсаңыз, айына $25 алсаңыз, unlimited деген қанша болса да кіре бересіз. Шырылдайды енді. Амперге тиді деп. Оу. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы статистикаға жүгінсек, орташа американдықтар жылына $100 көлік жуу үшін жұмсайды екен. Өзімді алатын болсам, мысалы біз бұрын Аризона штатында тұрғанда, мүмкін мен көлігімнің сыртын 4 айда бір рет жуған шығармын. Өйткені ол жерде жаңбыр жоқ. Көліктің үстіне кішкене шаң басады, бірақ хайуейға, трассаға шыққаннан кейін ол шаң ұшып кетеді. Қысқасы, көлік былғанбайтын еді. Бірақ енді әрине көліктің ішін мүмкін 2 аптада бір рет шаң сорғышпен сорып тұратынмын. Қазір мынау солтүстік Каролина штатында тұрамыз. Мұнда да таза, бірақ жаңбыр жауған кезде әрине көліктің сырты былғанады. Мүмкін 2 аптада, 3 аптада бір рет жуатын сияқтымын. Әрине санаған емеспін. Көлік кіріп алған кезде шығып жуам. Ерінбесем, көңіл күйім жақсы болса, әрине үйдің алдында жуа саламын дегендей. Көлікті қанша ақшаға жудыра аламыз деген енді сұрақтардың төңірегінде бүгін бір шолу жасап, зерттеу жасап көрейік. Әрине сіздердің жазған комментарийларыңызды барлығында көріп отырам. Және осы қолдап, бас бармақтарыңызды басып, каналға жазылып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Егер дайын болсаңыздар, онда кеттік, көлік жуу орталығында кездесейік. Әрбір жанар жағармай құятын бекеттерде мынау сияқты көлік жуу болады. Міне $8 дейді. Егер жуып, кептіріп, үрлеп, дөңгелектермен жуып беретін болсам, $12 дейді. Одан қымбаттауы, мынаның барлығы кіреді. Қысқасы бұл сервистің түріне байланысты. $15, $12, $8 екен. Ақшаны міне мына жерге төлейсіз. Келдіңіз, міне карточкаңыз тұр. Қайсы 8 керек па, 12 керек па? Мына біреуін басасыз. $8 алуға болады. Мұнда карточканы жақындасыз, wireless төлей салады, болды. Мынау инструкциялары. Кішігірім ғана мойка. Әрине, мұндай жуатын жерлер өте көп. Бірақ міне мынау Америкадағы жанар жағармай құю бекеті. Көлік жуу үшін бізге не керек? Әрине, бірінші жуатын кір болған көлік керек. Ол міне тұр. Және мынандай шелек керек бізге. Ішінде сабынымен. Жолға шығып, көлік жуатын орталық табуымыз керек. Қане, мынаны салып қояйық. Бұның ішінде не бар дегенде, бұның ішінде мынандай шампунь бар, сабын бар, мынандай губкалар бар. Қысқасы, көлік жуу үшін қажет құралдар бар. Машинаға отырғаным сол еді. Tire pressure low дейді. Дөңгелекпен бір нәрсе басып кеткен сияқтымын, артқы дөңгелекпен. Қазір енді үрлеп алып кете берейін. Жақсы, міне мынандай үрлейтін насос бар бізде. Ақпараның өзімен жүретін. Осы жігіт бізге көмектесу керек. Жанып тұрған осы дөңгелек болған. Кетті міне. О, міне 35, 36. Енді міне дұрыс болды. Енді кетсек болады. Міне жалпы көлік жуатын орталықтар жолымен осындай болады. Бұл әрине тез кіріп жуып шығатын орталықтар ғой. Не, бағалар былай екен. Егер $10 арзанын алсаңыз, айына $25 алсаңыз, unlimited деген қанша болса да кіре бересіз. $15-қа жаңа дөңгелекке дейін жуатынына айына $30 дейді. Одан ары қарай өсе береді міне. Жалпы бағалар осы. Қайсысын жуасын дейді. $10 аламыз. Мынаны қоса аласың ба дейді. Upgrade. Pay by credit card and бастадым, жүктерін істеп бастап жатыр. Әрине олар шырылдайды енді. Амперге тиді деп. Оу. Қане төбені. Әкімдеп тұрып жуып өтті.
Таза су кетті, таза су. Енді мына жаққа келіп, көлігіміздің шаңын сорып аламыз. Мына жақта шаң сорғыш. Маған ұнамайтыны бұндай айланатындар көлікті сырып тастайды. Көп кездеседі. Қазір қарап жүрмін. Мен де алдында Тесланы бір екі рет сырып тастаған. Содан кейін бұндайға кіргізбейтін болып кеткем. Мынандай бұрыштарында сырып жібереді. Мынада енді сырмаған сияқты. Әп-әдемі болып тұр. Шаң сорғыштары масқара күшті. Жұлып алайын деп тұр ғой. Америкада бұл әрине қымбаты емес. Бұл ең арзаны. Өйткені мұнда көп адам күші қосылмаған. Бәріңізді білесіздер, Америкада адам күші өте қатты бағаланады, және ол қымбат жүреді. Енді бұдан қымбаттары бар. Мысалы, Қазақстанда бар ғой, қолмен жуып береді, адам өзі тұрып шашып, жуып беретін. Ол бұл жақта детейлинг деп аталады. Былайша айтқанда химчистка сияқты есептеледі да. Олардың бағасы $150 жоғары. Ең азы $120 ғой деймін, сондай бір көлікті жуған. Яғни сіз қолмен суды шашып, қолмен жуып берсеңіз, сол $100 жоғары тұрады. $200 да бар. Ол жаңа химчистка сияқты сәл қымбаттау есептеледі. Ал мына біз кіріп тұрған бұл ең бюджет вариант. Әрине бұдан да арзаны бар. Енді бұл көліктің ішін жумайды. Көліктің ішін жуатын болсаңыз, $10 үстіне тағы осы 15 болады, 20 болады. Жаңа көрсеткендей әртүрлі бағалары кіретін сервиске қарай. Ең арзаны $10. Енді бұдан да арзаны бар. Ол не? Ол өзіңіз тиынды салып жібересіз да, көлікті қолмен жуатын жерлерде бар. Яғни self-wash дейді, яғни өзің жуып шығатын жер. Әрине, сол жерді барып көрейік. Ол $10 қаншалықты арзан екен. Соның бағасын барып көрейік әрине. Car wash дейді. Көре салайық. Не екен? Қанша екен дегенде, міне мыналар уже қолмен жуады екен. $29 сыртын жуады. Ішін қолмен тазалап береді дейді адамдар. Іші сырты қысқасы барлығы кіреді. Ол $30 екен айына. Содан кейін $49 бар екен. Ол қысқасы панельді сүртіп береді, ішін сыртын барлығын тазалайды қысқасы. Сосын $70 бар екен. Бұл осындай мойка. Осындай түрлі. Өзің келіп барлығын өзің қолмен істейтін мынандай да машина жуатын жер бар екен. Prestige дейді. Міне шаң сорғыштары бар. Қазір бұның бағасын жалпы көрейік. Бұл жер әрине сәл қараусыздау болады. Өйткені бұл жерде адам жоқ қарайтын. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5 бакс бар. Неден басталады? Мұнда кредит картадан тиынға айландыруға болады. Немесе ақшаңыз болса, мысалы $10-20 болса, соны тиынға айландырып алсаңыз болады. Өйткені мына аппарат тек қана тиын алады екен. Мұнда сусындар бар, кола, әртүрлі. Содан кейін мұнда жуат, сабындайды. Қысқасы міне мынандай бокстар бар. Мынау бик тракторға арналған сияқты. Мынау 2 этажды істеп қойыпты. Барлығы ондай емес. Мұнда carb mats дейді. Мұнда поликтарды қыстырып қоясыз. Мынаның үстіне шығып жууға болады. Ал анау пистолеттен сабын шығады. Көріп отырасыз, міне. Кредит карта салсаңыз да болады дейді. Немесе тиын саласыз. $1,5 екен. Мына үлкендердікі. Ал анасы арзандау кіші машиналардікі. $1,5 не істейді? Мынаған қоясыз, тоқтайды екен. Мынау дөңгелек ауыстырады дейді. Мынау су, сабын, суды жай ғана шашады дейді. Triple foam, мынау көбікті күшкірейтеді. Қысқасы тіпті қолмен кептіретін де бар. Әртүрлі режимде жұмыс істейді екен. Соған айландырып отырасыз. $1,5 саласыз, бітті дейді. Міне кіші машиналардікі де сондай. $1,5 басталады екен. 6 жаңа кордат саласың дейді. Жуат. Енді мен бұлай ойлаймын, $1,5 тіпті жетпей қалса да $3 көлігіңізді жуып шығасыз. Мынау не істейтіні көрсетіліп тұр. Мынау high speed air dryer дейді. Машинаны кептіруге болады екен, жууға болады. Қысқасы міне көрсетілетін қызмет түрлері. Жаңағы біріншіде шаң сорғыш тегін болған, шаң сорғыш ішінде болатын. Ал мынада шаң сорғыш қосымша ақша болуы тиіс. Қазір көрейік.
сәл қараусыздау әрине, арзан болғаннан кейін. Шаң сорғышта $1,5 екен міне. Егер көлікті өзім жуам, яғни арзан жуам деп шешсеңіз, енді есептеп көрейік. Мұнда бір рет жуғаныңыз $1,5, бір рет жетпей қалды дейді. Сабын дайсыз басқа боласыз. 2 рет жусаңыз $3. Одан кейін шаң сорғышпен арт жақта, міне мына жерде ол $1,5 деп тұр шаң сорғыш. Енді $4,5-ға сіз жуып шығасыз. Ал жаңағы жерде $10-ға шаң сорғыш тегін, әп-әдемі өздері жуып береді. Қысқасы 50%-дан аса мұнда әрине мұнда арзандау. Енді ақша төлегіміз келмесе, тағы да варианттар бар ма тегін жуатын? Әрине, Америка үлкен, мұнда варианттар өте көп. Келесі енді тегін жуатын вариантты қарап көрейік. Кеттік. Мен мына машина жуатын жерден бір дүниені көріп қалдым. Қарасаңыздар, мына үй трейлердің үстінде тұр ғой, яғни 4 дөңгелектің үстінде тұр. Мына әйел осы жерде жұмыс істейтін, ана жердегі property manager екен. Англияның әйелі екен, ағылшын әйел ғой, енді Америкаға көшіп келген. Сол маған түсіндіріп жатыр. Мынаны олар осы сатып алыпты осы жерді. Енді алып кету керек болған дейді. Алып кету үшін мына үйді бұзуға бәленбай ақша сұраған дейді. Сөйтіп мына үйді біз тегін ала беріңдер деп айтып едік дейді. Бір жігіттер келді да көтеріп осыған қойып алып кетіп жатыр дейді. Мына үй негізі осындай көшуге арналмаған үй екен. Кәдімгі жай ғана үй болған екен. Бірақ бір адамдар келіп мына үйді алып кетіп апарып бір көлдің жағасына үй қылып пайдаланбақшы екен. Ескі үй, өте ескі. Бірақ менің қарап тұрғаным осы үйді көтеріп мынаның үстіне қойғаны. Жаңағы әйел айтады, бір кішірек жаңа кара сияқтымен келді да көтеріп астына тіреп, бір заттарын тіреп, қысқасы алып кетті дейді. Енді мен таңғалып тұрмын. Мынандай Америкада білем, осындай көтереді, үйлерді алып кететін. Бірақ ол кәдімгі осыған дайындалған үйлер жасайды американдықтар. Көтеріп кетуге. Өзі астында каркасы болады, содан көтеріп, астында темір болады, алып кете береді. Ал мына үй ондайға арналмаған бастапқыда. Кәдімгі жай офис болатын үй ғой енді. Соны өстіп көтере алғандары тамаша еңбек. Мен енді соны көрсеткім келді. Ары қарай кеттік енді. Жаңа енді сіздерге тегін көлік жуатын жерге апарамын дедім ғой. Қалай ойлайсыздар? Қай жерге барамыз? Әрине, бірінші вариант ол бұл қазір үйінің алдына барады да есіктің алдына жуады деп айтасыздар. Ол бір вариант. Тағы қандай вариант болуы мүмкін? Комментарийға жазыңыздар, видеоның аяғына жетпей тұрып. Яғни, мен қазір тегін көлікті қай жерде жуам? Көлге барып жуам ба, мұхитқа барып жуам ба, жоқ әлде сайға барып жуам ба? Сол кім табады екен көреміз варианттарыңызды. Бірақ шын боламыз. Видеоны осы жерден паузаға қойып тұрып, қазір мен қай жерге барып жуайын деп жатқанымды жазыңыздар. Көлігіңізді таза ұстағыңыз келсе, және ақша жұмсамай, яғни тегін жуғыңыз келсе, Америкада оның бірнеше түрлері бар. Солардың бірі әрине мынандай апартмент комплекстердегі көлік жуу орталықтары. Ол не деген сөз? Мындай мысалы, мына тұрғын үйлер, осы тұрғын үй мысалы 10-15 немесе бір 5-6 тұрғын үйге өздерінің басқаратын орталықтары болады. Сол орталықтар адамдар көбірек келсін, осы үйлерде көбірек тұрсын деп, мынау енді 3 қабатты үй. Осы балаларға орналған орталықтар, жаңа ойнайтын, немесе тегін көлік жуатын, тегін кофе, тегін бильярд деген сияқты сондай адамдарға арналған көңіл көтеретін дүниелерді осы тұрғындарға арнап тегін жасап қояды. Яғни кез келген осы жерде тұратын тұрғын сол жерге кіріп тегін кофе іше алады, бильярд ойнайды немесе теннис ойнайды дегендей. Солардың бірі мына біз бүгін келіп отырған көлік жуу орталығы бар жер. Мұнда біз енді жақын жерде тұрамыз, келіп осында жуа береміз. Егер жуғымыз келсе, бұл жерге неге келеміз? Есіктің алдын кейде сабындағын келмесе, яғни сабыны судың есіктің алдында аққанын қаламасаң, осы жерге келіп көлікті жақсылап сабындап жууға болады. Және бұл жерде ешкімді тексермейді. Бұл жерде және жазылып тұрған жоқ. Бұл тек қана осы үйдің тұрғындарына арналған деп те ондай ешқандай белгі жоқ. Және тексеріп тұрған, сұрап жатқан адам жоқ. Кез келген адам келеді, қаласа көлігін жуады да кете береді. Біз келген орталық міне мынау.
міне үйлердің ортасында. Орталық дегенде мынандай шатырмен жауып қойған. Төрт жағынан төрт шлангтан су шығып тұрады. Қазір ашып көрейік. Міне су шаша бересіз. Алдынан, артынан, көліктің қысқасы төрт жағынан да шашуға болады. Және мына жерде шаң сорғыш бар, дөңгелек үрлейтін бар. Шаң сорғышты мен дөңгелек үрлейтін ақылы. Өйткені енді бұларға қызмет көрсету үшін сол жасап қойған болу керек. $1 төлейсің дейді. Егер қажет болатын болса, егер қажетсіз болса, онда тек көлігіңізді жуып алып кете бересіз. Ақыры келдік, енді келген моментті пайдаланып, мына кір көлікті жуып алайық. Мен бұны жуу үшін маған не керек? Әрине, мынау керек. Губка. Енді шампунь пайдаланамыз. Әрине, бірінші мен мына шайып аламын машинаның сыртын жақсылап тұрып. Бүгін енді көлік жууден сабақ өтетін болдым ғой сіздерге. Ақыр келіп тұрмын деп момент пайдаланып жатқаным ғой. 20 минут жұмыстың нәтижесі машинаммен тап-таза болып. Қарасаңыздар, міне аспан бұлттанып келе жатыр. Негізі мен көлік жусам жаңбыр жауатын еді баяғыдан. Дәл солай болып жүрмесе болды енді. Әдемілеп көлікті жуып шықтым. Аспанда бұлт торлап келе жатыр. Бірақ осыны көп адамдан естимін. Көп адам айтады, мен көлік жусам жаңбыр жауады деп. Бүгін тексерейік енді қаншалықты рас екенін. Көлікті жуып шықтым. Жаңбыр қаншалықты жауады екен. Бірақ расымен де міне бұлт торлап келе жатыр. Көлікті тегін жуудың тағы бір әдісі, әрине ол есіктің алдына мына жерге шығарып қойып көлікті жуу. Оны мен де таныстырайын. Қазір мен сіздерге көрініп тұрмын ба, көрінбей тұрмын ба білмеймін. Шынымен де жаңбыр жауып бастады. Міне көлікте тамшылары. Расында бағана айтып едім ғой. Мен көлік жуған кезде жаңбыр жауады деп, міне жаңбыр жауып негізі бастады. Жуатын көлік дайын тұр. Міне мынау. Бірақ енді бұл бағана жуылған, таңертең білесіздер. Енді мына жақтан үйдің жанынан нені тауып аламыз. Шлангын алып келеміз. Әрине үйдің жанында. Міне құбыр келтірілген. Мынаны ашамыз да. Суды ағыза саламыз. Болды. Бізде мынандай су бар. Міне әртүрліге өзгереді. Осыны алып келеміз да, есіктің алдына. Көлікті шашып жуа саламыз. Әрине бұны көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Әрине, өйткені бұл әдісті барлығыңыз білесіздер. Мен суды жаба салайын. Негізі үйдің екі жағынан осылай құбыр шығарылған, су да шығарылған. Өшіріп қояйық. Енді бұл су қайда кетеді? Мынау біздің мамамыздың арым шөп жұлып отырған орындығы. Мына газон, жаңа газон болғаннан кейін шығып үлгермей жатыр. Міне енді шығып келе жатыр газон. Сол газонның үстінде мынандай шығып келе жатқан газонға арам шөптер шығып жатқаннан кейін мамамыз іші пысып енді осы арам шөпті арасында жұлады. Сол кісінің дайындалған қолғабы, орындығы, пакеті. Мына жаққа қойып мен көлікті жуам. Жуған кезде бұл су қайда барады? Әрине, міне сабынды су мына тесіктермен ағады. Сөйтеді да. Міне қарасаңыздар. Міне мына жерде тесік бар. Су ағады да мұнда келіп түседі. Міне мына тесік. Ары қарай су ағып кетеді міне. Сонда сабынды судың есіктің алдына келгенінен біз қорықпаймыз, және ешкім ренжімейді. Менің үйімнің алдына сабынды су кетті деп, мен осында жуа берем, бірақ көлікті жақындатып қоямын бері қарай, мына жерге дейін, көшенің шетіне дейін. Сөйтіп сабынды су ағады да,
мына тоғанға келеді, осы тоғанмен барып мына жаққа барып түседі. Сөйтіп көлікті тегінде жууға болады. Сіздерді көлік жуатын мен құрал саймандармен таныстырайын. Бұл әрине бірінші мынандай губка, міндетті түрде суды көпіртіп алатын. Екінші мынандай түрі бар. Бұл сырты ашық болғаннан кейін бұл маса ұсақ түйектерді бамперден кетіргенге жақсы жабысып қалған. Үшінші Purple Power'дың мынандай Wash and Wax дейді. Машинаның сыртына жабатын шампунь арнайы. Және мынау енді кептіргенде панельді сүрткенге керек. Мынандай резина тряпка. Бұның да пайдасы бар. Және міндетті түрде мынандай шелек. Бұл да керек. Басқа не? Басқа. Сосын мынандай бар. Набор, бірақ ашқан жоқпын. Бұл негізі сыйлыққа келген. Бірақ ашайын десем ішінде заты көп. Қаншалық пайдасы болады білмеймін. Тарағы бар екен, мынау дисктердің арасын жуатын ғой, енді wheel brush дейді. Мынау интерьер ішіндегі мынау шаңдарды сүртетін дейді. Мынау drying towel дейді, мынау кептіреді екен. Мынау химчисткаға арналған towel дейді. Мынау андай жай ғана бүйтіп сүрте салатын. Қысқасы, білмеймін, біраз нәрсе бар екен. Бұны енді ашпадым. Керек кезінде ашармын. Бірақ мен үшін мыналар өте үйренгем. Бала кезден жуып. Осылармен ақ ұра береміз енді. Міне, таңертең айтылған көптен түскен жаңбыр да жауды міне. Көлік жуылды, жаңбыр әдемілеп жауды. Тамаша. Қорыта айтатын болсақ, көлік жуу Америкада қаншалықты қиын және қаншалықты қымбат, және жылына $100 аса ақша жұмсау мүмкін ба? Менше әрине мүмкін, егер сіз ешқандай өзіңіз еңбек еткіңіз келмесе жұмсайсыз. Бірақ мен сіздерге көрсеттім. Ең бірінші қымбаты ол қолмен жудыратын, иә, барғаннан іші сыртын Қазақстандағыдай қолмен жуатын болды ғой бұрын. Енді олар баяғыда 2016-17 жылдары 1000 теңге, 1500 теңге болатын. Қазір бағасын білмеймін. Егер қазір қолмен жуатындардың бағасы қатты өзгерген болса, комментарийға жазып кетіңіздер, қаншалықты қымбаттаған. Бірақ мен Қазақстанда жүрген кезде 1000-1200 теңгенің, 1500 теңгенің айналасын деді. Енді мұнда енді ол қымбаттау. Екінші, бүгін таңертең бірінші барғанымыз бағанағы машинка, көрсеңіздер, бағасы $10, әдемілеп жуып береді, бірақ ішін өздеріңіз тазалайсыздар, және панель бәрін өздеріңіз тазалап шығасыздар. Ол $10. Ол қымбатсынсаңыздар, оны барып $4,5 жууға болады, іші сыртын, шаңында соратын, өзіңіз жуатын. Оны да білесіздер. Ал енді үшінші вариант бар. Ол үшінші вариант, ол апартменттердің, комплекстердің көлік жуатын орталықтарына бару. Мысалы, әр жерде сондай болады. Бағана көрсеттім, қандай екенін. Барастар да көліктеріңіз тегін жуып аласыздар. Егер тіпті оған ерінетін болсаңыздар, міне үйдің алдында, есіктің алдында дәл мына жерде көлікті қойып жуа беруге болады. Жалпы бүгінге осы. Мына каналды қолдау мақсатында лайктарыңызды басып, каналға жазылып отырғандарыңызға көп рахмет. Мен бәрін көріп біліп отырмын. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар. Қай жерде жүрсек те қазақ тілінде сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман болыңыздар.